Қасым-Жомарт Тоқаев жайлы қызықты 7 мәлімет. Достар, менің каналыма тіркеліп, барлық қызықты менің каналымнан оқи аласыздар. Ол үшін тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Қасым-Жомарт Тоқаев туралы қызықты 7 мәлімет. 20 наурыз күні қазақ халқына адал қызмет етуге жаңа президент Қасым-Жомарт Тоқаев ант берген еді. Осы орайда Кактакто жаңа президенттің өмірбаянын зерттеп, қызықты деген 7 факті туралы әңгімелеп беруді ұйғарыпты. Бірінші, Қасым-Жомарт Тоқаев зиялылар отбасына дүниеге келген. Әкесі Кемел Тоқаев Қазақстандағы детективтік жанрдың негізін қалаған. Белгілі қазақ жазушысы, 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғыс ордені және қос батылдығы үшін медалін өңіріне таққан майдангер. Анасы Шабарбаева Тұрар педагогикалық жоғары оқу орнының оқытушысы, халықаралық лингвист. 2-ші, Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкесі 30-шы жылдары алапат аштықтан жан сақтау үшін отбасымен Фрунзе қаласына ауады. Осындағы бір ауқатты адамның қоластына жұмысқа жалданады. Күтпеген жағдайда бастарына қайғы жамалады. Кемел Тоқаевтың анасының аяқ-қолы жансызданып, дертке шалдығады. Бір күні отағасы жұмысқа кетіп, Қасым мен Кемел де базар маңында жүргенде, жанып тұрған ошаққа үйде ойнап жүрген 3 жасар кішкентай қыз құлап түседі. Тамақ жасайтын ошақта тірідей жанып жатқан баласына сал боп жатқан анасы қол ұшын бере алмайды. Отағасы үйіне оралғанда жан түршігерлік сұмдық көрініске куә болады. Отқа жанған кенже қызы мен жүзінде адам шошыр азаптың ізі қалған жансыз жұбайы жатыр еді. Бір айналдырса шыр айналдырады дегендей, базардан қайтып келе жатқан Кемел мен Қасымды тентіріп жүрген жетімдердің біріне санап, тәртіп сақшылары ұстап әкетеді. Әкелері тоса-тоса төзімі таусылады. Ақыры оларды әлдекімдер ұрлап әкеткен шығар деп пайымдайды. Бұл жығылғанға жұдырық болып, бәрінен тұлдай айырылған отағасының өзі көз көрмес бір жаққа сіңіп жоқ болады. Сонымен Кемел мен Қасым Фрунзедегі жетімдер үйінен бір-ақ шығады. 3. Президенттің әкесін Илизаров аппаратын жасаушы аман сақтап қалады. Майданда жарақат алған Кемел Тоқаевтың аяқтарын кесу қаупі туады. Бұл дегеніміз түкке жарамайтын мүгедектік. Оның бақытына орай осы әскери госпитальде жас болса да танымал болған Габриэль Илизаров деген ортопед дәрігер бар еді. Кемел Тоқаевты емдеуші сол өз қолын алып ақыры аяғына тұрғызады. 4. Мектеп жасындағы жылдары Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы номер 25 мектеп-гимназия түлегі. Бұл 50 жылдан астам уақыт француз тілін тереңдете оқып келе жатқан бірден-бір білім ошағы. Осындайда айта кету керек, ЛДПР фракциясының жетекшісі, ресейлік саясаткер Владимир Жириновский де осы мектептен тәлім алған. 5. Қасым-Жомарт Тоқаев саясаттан сырт жазушылықпен де шұғылданады. Әке қанынан дарыған қасиет болуы керек. Әкесі көбіне детектив жанрына ден берсе, баласы мемуар жазуға әуестік танытты. Жай әншейін өмірнамалық баяндау емес, тәуелсіз Қазақстанның дипломатиясының қалыптасуы мен қыр-сырларын ашатын құнды дүниелерден тұрады. 2003 жылы алғашқы және неше мәрте қайта басылып шыққан «Преодоление очерниктер» жинағы еді. Бұдан 5 жыл өткен соң «Свет и тень» кітабы жарық көрді. Сыртқы істер министрлігіне 2-ші рет келуі кезеңін суреттейді. Сондай-ақ 2004 жылы Тоқаевтың жалпы редакциялауымен Қазақстан дипломатиялық қызметіне арналған оқу құралы жарық көрді. 6. Кәсіпкер ұлы бар. Тегі Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей өзі туралы мәлімет жұтаң. Шаңырақ көтерген. Жұбайы Надежда Давыдовна қайырымдылықпен шұғылданады. Ұлы Тимур 1984 жылы туған. Дави Петролиум компания мұнай компаниясының бірлескен иегері. Атырау облысы Махамбет ауданындағы Грядовое кен орнынан мұнай өндіреді.
жеті. Қасым-Жомарт Тоқаев салауатты өмір салтын қадірлейді, спортпен айналысады. Бала кезінен пинг-понг ойнауға құмар. 13 жыл бойы ол Қазақстан стол теннисі федерациясын басқарды. Саясаткер, шулы басқосуларды ұнатпайды. Қолы бос кездері асықпай жаяу қыдырғанды және кітап оқығанды қалайды. Ақын Ирина Ратушинскаяны сүйікті авторы ретінде санайды.